бір студент келеді, Мирек мырза дейді, мен көп әрекет етемін дейді. Мақсат қоямын ай сайын, жыл сайын мақсат қойып отырамын. Бірақ неге нәтиже болмайды дейді. Кейін сол осы мәселеге қатысты біраз ойлана бастадым. Шынымен неге біздің азаматтар, былай қарап отырсақ, студенттер болсын, барлығы болсын, қазақ тілі аудиторияда, өйткені мен орыстармен бірге де оқыдым, ресейлік курстарда көп оқыдым. Еңбекқорлық жағынан бізде проблема жоқ. Әр қашан әйтеуір бірдеңе істейміз, жүреміз. Ананы бір түртеміз, мынаны жасаймыз. Еңбекқорлық жағынан проблема жоқ. Бірақ неге біз өзіміздің алдымызда қойған мақсатқа жете алмай жатамыз? Неге біз ойымыздағы табысты таба алмай жатамыз? Мәселе неде? Мен өзіме көбінесе осы сұрақтар көп қоямын. Неге осы біздегі студенттер білім жағынан проблема жоқ қой дейді, білім алып жатыр әрқайсысы. Мақсат десең, мақсатты да қояды. Алдына үлкен жоспарлар қояды. Бірақ не кедергі осы бірдеңе жетпей тұрады? Осы вопросқа қатысты өткенде Қуаныш мырзамен біраз талқыладық. Сол кезде мынаны түсіндім да. Студенттердің көбісі бір үлкен нәрсені жібереді біздегі. Жете алмай жатқанда. Оны қазір соңына қарай айтатын боламын. Ал қазір мен сіздерге мына тақырыптан бастаймын. Мына кішкене бір слайд алдыға жүргізсеңіздерші. Біздің Versus деген академияны білесіздер. Осыдан 3 жыл алдын 2016 жылы ашқан болатынбыз. Сол уақыттан бері жүргізіліп келді. 2018 өткен жылдың соңында Versus академиямыз Шонбай онлайн университет деп үлкен жобаға айналдырдық. Ең үлкен жинаған аудиториямыз осы Versus аясында 70 адам болады. 70 адам біздің курста оқыды сол кезде, максимум мастер деген курста. Ал қазір әр потоктың өзі 3000-нан астам студент жинайды. Ең қызығы Versus'ты Шонбай деп ауыстырған кезде бастап өзгерді. Неге Шонбай деген атта бір құпия бар ма, сиқыр бар ма? Енді қараңыздар, сіздер де осы адамдардың осы мәселесіне келген кезде мен мынаны түсіндім. Біз Versus'та нені дұрыс жасамадық, Шонбай онлайнға келгенде нені дұрыс жасадық. Бүгін осы бойынша мен тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Мен нені түсіндім және осы бойынша біз қандай нәтиже алдық. Мынаны не біз шешу керек? Мен мынаны түсіндім да, бүкіл курстар, бизнес курстардың барлығы бізге әрекет жасауды үйретеді. Сен бір нақты әрекет жасасаң, бір нақты нәтижеге жетесің. Мысалы, араларыңызда мысалы біреулер болуы мүмкін. Мен де Қуаныш Шонбай сияқты қазір өзімнің онлайн университетімді ашамын да, тура сол сияқты платформа жасаймын, әлеуметтік желі жаңағы приложениесін жасаймын, сөйтемін де әлеуметтік желі жүргізу арқылы мен де сондай нәтижеге жетемін дейді. Бірақ өкінішке орай, ол адам дәл сол Қуаныш Шонбайдың жолын қайталағанымен, бірақ ондай нәтижеге жете алмай жатады. Бұл жерде қандай сиқыр бар? Тағы да фамилиясында ма? Біз соны зерттей келе біз түсіндік та, мәселе ол тек қана әрекетте емес екен. Өйткені біздің бүкіл курстар, қазіргі үйретіп отқан курстар бізді әрекетке итермелейді. Егер сен әрекет істей берсең, нәтижеге жетесің дейді. Ал онда менің ата-анам қанша жыл бойы, мысалы, қоғамдық көлік айдап 40 жыл бойы неге байып кетпеді сол кісі, еңбек ете бергенде? Әрекет көп болды ғой да. Дұрыс па? Бізге бірақ кішкентай кезімізден үйретеді. Сен әрекет етсең, көп еңбек етсең, сен бай боласың. Бірақ нәтиже қайда? Бәрімізді сөйтіп үйретті. Қазір мен айтамын да, қазір аттан есек озған заманда. Түсіндіріп берейін өткені. Бұрын қазір мысалы білімді бол, көп білім алсаң, көп еңбек етсең, жетістікке жетесіңдер. Бірақ жоқ, олай емес. Қазір қарап отырсаң, мүлдем білім жоқ, ешқандай білім алмаған, бірақ бірнеше миллион шетел аралап өзін дамытып жүрген азаматтар өте көп. Олар нені дұрыс жасап жатыр, біз нені дұрыс жасап жатқан жоқпыз. Егер мәселе шынымен әрекетте болса, сол болатын еді. Осы жерде біз ойланып көрейікші. Мүмкін әрекетте емес шығар, бұл жерде жатқан құпия. Басқа нәрседе шығар. Ары қарай қалай жылжимыз. Келесі слайд. Енді әрекеті көп адам көбінесе өзін кінәлағыш келеді. Солай ғой? Мысалы, мен бір жоспар қойды, мен мынаны ертең жасаймын. 4-5 жоспар қойып мүмкін. Біреулерде күніне 10 жұмыс жасаймын дейді. Бірақ ертесінде ол жасай алмай қалады, не болады? Өзін кінәлау бастайды. Мен жұмысын істеген жоқпын, мен еріншекпін, мен жалқаумын, мен өзімді өте төмен адаммын деп санай бастайды. Ол сіздің ешқашан
жетістікке жетуімізге мүмкіндік бермейді. Түсініңіз, мәселе ең бірінші осы бүгінгі инсайттар жақсылап оқып алсаңыздар жақсы болар еді. Мәселе әрекетте емес, мәселе көп еңбекте емес. Сондықтан сіздердің көп жұмыс жасаған сайын ол мықты нәтиже береді деген сөз емес. Өткен жылы Марғұлан Сейсенбаевтың Кайдзен орталығы бар. Сол жерде өзіме үлкен бір мықты осы білім алдым да. Күніне тек қана Кайдзен бойынша мынау Toyota сияқты үлкен компания бар әлемдегі, соның мынау үлкен жетістікке жетуіне әсер еткен Кайдзен деген система бар. Сол система бойынша сен дейді күніне 3-ақ жұмысты ғана жоспарла дейді. Керек емес дейді 5, 6, 7 ең маңызды 3-еуін жоспарла, сенің жұмысыңның былай айтқан кезде еңбегің нәтижесін береді. Қалғандарын үлгеріп жатсаң керемет, үлгермей жатсаң өзіңді кінәламайсың. Рахат емес пе? Сол былай қарап отырсаң мен 3-ақ жұмыс не істеймін деп ойлайсың, бірақ сол арасынан таңдап алған 3 жұмыс менің былай айтқан кезде көп өмірімді өзгертті. Өйткені мен үйрендім қайсысы маңызды екенін, қайсысына былай айтқан кезде басымдық беруді. Сол себепті менің айтайын деп отырғаным, сіздің әрекетіңіз, көп әрекетіңіз рөл ойнамайды. Сіз көп жұмыс жасаған сайын нәтижесі болмаса, өзіңізді кінәлайсыз, состояниеңіз түседі, одан кейін сіз үлкен жетістікке жете алмайсыз. Келесі слайд. Мойындау емнің жарғысы. Өткен жылы бізде мынандай болды, мастер курстың ең соңғы сабағы болатын. Сол кезде Қуаныш мырза былай дейді да, Мәке, біз что-то бірдеңе дұрыс жасап жатқан жоқпыз дейді. Қараш дейді да, максимум мастер курсы 70 адам жинаймыз дейді. Уже қанша уақыт өтті дейді, 1,5 мен 2 жыл болды. Әлі жүрісіміз осы дейді да, біз бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқпыз. Сол кезде мен ойландым да, енді өзіңе маған кішкене неприятно болды. Өйткені бүкіл мастер курсы жасап шыққан өзім, ананы жүргізіп жатырмын, істеп жатырмын. Былай айтсаң, батады да өзіңе. Бірақ екінші жағынан ойланам, көбінесе Қуаныш мырза бір нәрсе айтқан кезде ойланып айтады. Сөйтіп мен ойландым, шынымен біз бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқ шығармыз деп. Кейін қарасам, қазір содан кейін, сол сұрақтан кейін 2 айдан кейін ба, 3 айдан кейін сондай онлайн дүниеге келдім. Осы сұрақты өзіме қойған кезде ғана мен бір нәрсені егер нәтиже болмай жатса, үлкен нәтижеге мен қол жеткізе алмай жатсам, онда мен бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқпын. Ми деген қандай аппарат? Дұрыс сұрақ қойсаң, дұрыс жауап береді. Сондықтан өздеріңіз сұрақ қойыңыздар. Егер нәтиже болмай жатса, мен что-то бірдеңе дұрыс жасап жатқан жоқпын. Өйткені мысалы 2 адам бірдей кәсіп бастасыншы, бір салада, екеуі бір салада, сату саласында. Екеуі 2 түрлі нәтижеге жетеді. Көбінесе тіпті білімі жоқ азамат озып кетуі мүмкін анада. Өйткені не үшін? Оның басында шаблондар жоқ. Ол адам білмейді. Көп білген сайын кейде өзімізге кедергі болады. Көп анализ жасай береміз, көп қорқа береміз. Сол себепті достар, айтайын деген осы. Ары қарай өтейік. Бұл негізгі вирусқа қатысты мен ұққан өзімнің былай айтқанда инсайттарым. Келесі айтасыңдаршы. Сөйтіп бізге үлкен өзгерістер алып келген методика. Жаңа Артем Овечкинді көрдіңіздер. Өткен жылы Барселонадан 1 миллион евроға үй сатып алды. Бірақ 2016 жыл Вирус академиясын ашқан кезде Артемнің тренингіне Ридс-Картонда өткен болатын. Қанша адам жиналды деп ойлайсыздар? Барларыңызда барша, барғандарыңызда бар араларыңызда. 50 адам ғана жиналды. Артемнің сол кезде тренингіне. Қуаныш Шонбай бар, бәріміз жабылып жүріп, 50 адам жиналды сол кезде. Сөйтетті Артем өткен жыл Барселонадан 1 миллион евроға үй алады. Сөйтеміз Қуаныш мырза екеуміз таң қаламыз. Қалай кеше ғана бір жыл алдын көрген Артем аяқ астынан қатты дамып кетті депші. Қалай бұл өзін-өзі байып кетті деп. Сөйтіп Артемға Мәскеуге ұшып барып, ұшақ алып, билет алып, ұшаққа билет алып. Сөйтіп барып айтамыз ғой, Артем, не болды мына жерде? Сонда сен бірдеңені білесің, айтпай жатсың депші. Ал оған дейін біз білеміз. Артем нейромаркетингпен, мидың құрылымымен қатты жұмыс жасап жүрген болды. Сөйтіп, Артемнен сұрады. Сөйтіп Артем айтады, жігіттер, жарайды айтайын, бір методика тауып алдым дейді. Анау, өмірімді түбегейлі өзгертіп жіберді дейді. Как раз оны Российская академия наук деген бар, РАМ деп атайды. Содан 500 мың рубльге сатып алдым дейді. Сөйтіп ол не дейміз ғой? Біздің бүкіл кедергіміз, біздің мынау, сіздердің, сендердің, және менің жетістікке жете алмай жүрген, арманындағы өмірге жете алмай жүргеннің бір кедергісі, үлкен кедергісі, біздің күнделікті стрессіміз. Яғни біздің проблеманы көп ойлауымыз, бағана айтқан фильтр сияқты солардың барлығы. Жаңағы методикада 8 апталық методика бар. Сол жерде осы методиканың арқасында, жасауының арқасында бізге айтты, барыңдар да істеп көріп жүрші өздерің. Одан кейін барып, маған кейін нәтижесін айтасыңдар. Біз
біз келдік, жаңа методиканы алып алып, өзіміз жасап көрдік, және Қуаныш мырза да сол кезде 1 миллион мен 10 миллион төлеп оқитын индивидуальный коучингта жүрген кәсіпкерлер болды. Ана методикадан кейін өзгерістер кәдімгідей. Бізде де өзгеріс басталды, ана жігіттерде де өзгеріс бола бастады. Сөйтсек, адамның бағанағы сияқты әрекетке емес, ең бірінші денесіне, сезіміне, эмоциясына және ойына әсер еткен кезде ғана ода дұрыс әрекет пайда болады. Оға дейін намазды 30-қа шығып жүрген Мейірбек мүлдем өзгере бастады. Себебі мен түсіндім. Осы уақытқа дейін сайт, маркетинг, тағы не бар? Бүкіл курстарда үйрететін. Автоматизация, CRM система, бәрі көз алдыма жойып кетті. Не болған қайда? Келеміз де үлкен кәсіпкерлермен сөйлесе бастаймыз. Атын айтпасам да біліп отырған шығарсыздар кімдер екенін. Ана кісілер ешқандай сөзінің арасында осыны айтпайды да. Неге осы сайтты айтпайды дейміз да? Қараңыздаршы, жетістікке жеткен бай адамдардан сұраңыздаршы. Мен қазір кәсіп бастап, қазір бай болу үшін не істеуім керек деп. Не деп айтады, қалай ойлайсыздар? Істей бер дейді. Ең басты сенсеш, жасай берсе көресің дейді. Ешқашан, ал онда неге біз сайтты, маркетингті неге қатты үйретіп жүрміз адамдарға? Егер мәселе басқа жақта болатын болса, неге біз 10 маркетолог отырып компанияда, 10 маркетолог бәріміз жабып, 6 айда 5-ақ мың ұштып, екінші болма кітабын сатамыз. Арғы жақта Камшат Бекжігіті бар, жалғыз өзі отырып, ешқандай командасы жоқ, маркетолог жоқ, 50 мың кітап сатады. Мәселе неде? Осы сұрақ біз өзімізге қатты қойдық та, сөйдеп жоспар. Шынымен бір нәрсені дұрыс деп отқан жоқпыз. Сөйтіп кірістік зерттеуге. Камшат Бекжігітованы кім бар? Нарықтағы ең мықты болғаннан бәрі зерттедік. Марғұлан аға, Сырымбек ағаммен де сөйлесіп шықтым, интервью алып дейді да. Сөйтсем, адамның психологиялық және рухани жағынан байымай өзін дамытпағанша сізге ешқандай маркетинг көмектеспейді достар. Ол сіздерге гарантия. Ол басында ғана кішкентай ғана бір 300 мың, 500 мыңға шейін көмектесе, бұл ары қарай сізге үлкен нәтижеге келуге болмайды. Ол үшін үлкен нәтижеге келу үшін қазір ары қарай айтамын. Келесі слайд. Ой, тұр екен ғой, кешіріңіз. Жүрек және ми. Жаңағы упражнениені жасаған екен. Ең бірінші мынаны түсіндік та, адамның осы слайдқа жаңа айтайын деген осы. Сіздің жүрегіңіз, ойыңыз таза болмағанша сізге жақсы идеялар келмейді. Жақсы идея келмегеннен кейін сіздің әрекетіңіз ешқашан дұрыс болмайды. Әрқайсымыз ғашық болып көрдік қой, жас болдық, гүл бердік қыздарға. Сол кезде естеріңізде ме? Сіз ғашық болған кезде гүлді қалай бересің? Ғашық емес кезде қалай бересің? Ғашық болған кезде сен креатив, неше түрлі идея келеді ғой. Есіктің алдына серенада айтып барасың ба? Сызу жазу жазып кетесің ба? Біреу арқылы бересің ба? Сенде идея мықты келеді. Ал жай кезде келмейді ол идея. Неге біз тура сол состояниені, жаңа ғашықтық сезімді бизнеске алып келе алмаймыз? Неге өмірімізге алып келе алмаймыз? Сондай бізді керемет креатив идеялар неге шығара алмаймыз? Өйткені біз ішкі состояниені жұмыс жасау керек. Сіздің жүрегіңіз және миыңыз, ойыңыз таза болмағанша үлкен жобалар жүзеге асыра алмайсыз. Жүректі тазалайтын құран, миды тазалайтын медитация. Осы екі нәрсені дұрыс оқыңыздар. Өйткені жүрегің тыныш болмағанша, ағаларымыз біледі, қанша миллиондар тап, жүрегің тынышмағанша сен бақытты бола алмайсың.